Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгінгі видеода біз осындай өте дәмді, дүкендегіден де күшті болып шығатын чак-чак жасап үйренеміз. Ол үшін менің YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Ең бірінші ыдысымызға ұн салып аламыз. Сосын осы ұнымыздың үстіне 2 жұмыртқа саламыз. Сосын суымызды құямыз. Жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қант, жарты шай қасық сода саламыз. Сосын жақсылап бір келкі етіп қамыр илейміз. Қамырды бірінші осылай қасықпен барлығын араластырып аламыз да, ары қарай бір келкі масса етіп илейміз. Қамырды 10-15 минутқа қалдырып, сосын жаюға кірісеміз. Кәдімгі кеспенің қамыр сияқты етіп жұқалап жаясыздар. Оны сеуіп отырып жайыңыздар, жабысып қалмау керек. Кеспенің қамыр сияқты осылай жая бересіздер. Кесіп, видеодағыдай етіп. Сосын жұқа осындай ұзын шырауларға кесіп шығамыз. Майымызды кесіп жатқан кезде қыздырып қоямыз. Пісіріп, қуырып аламыз. Сосын сиробын дайындауға кірісеміз. Қантқа азғандай су құйып, отқа қойып, қайнатамыз. Қайнаған соң жаңағы қуырылып шыққан чак-чактарымыздың үстіне құйып, сироппен жақсылап біріктіріп араластырасыздар. Сосын форманы алдын ала фольгамен немесе пищевой пленкаға орап дайындап қоямыз да, үстіне осылай чак-чактарымызды орналастырып шығамыз. Сироп қатпай жатып тез-тез қойыңыздар. Сосын 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Осымен біздің чак-чагымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Дүкендегіден де күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Алда бұдан да қызықты рецепттер мен сапалы видеолар шығаратын боламын. Ал біздің чак-чагымыз өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ақнұр.